Тәуелсіздік неткен қастерлі ұғым еді. Тамыры тереңге бойлап, түп қазығы тұңғиықтан нәр алған, болмыс асқақ рухтан жаралған, киесі 62 тамырға таралған, Алтайдан Атырауға, Алатаудан Арқаға созылған дархан даланың төл туындысы бұл. Ғасырлар көшінде өніп, өсіп, өркендеп, өрелі өмір өлеңге айналған қаһарман. Мұздақтарды жарып өтіп, төрткүлдің төрт бұрышын түгел тебіренткен толғау. Кеше мен бүгінді, бүгін мен ертеңді жалғап, ұрпақтар сабақтастығы арқылы келешекке қол созған үміт. Нық сенім, мұның бәрі де егемендіктің еншісі. Бәріміз білетіндей, ерлік пен елдіктің нышаны болған егемендігіміз кең дала төсінде ұзақ ағыстарды еңседі ме? Әрине, небір тулаған толқынмен адасты, толассыз тармақтарға ілесіп, тентек тізбектермен күресті. Бағытын айқындап, бағдарын белгілеп жүре берді. Нәтижесінде бодандықтан арылған жері бар, қонақжайлығымен танылған елі бар, ананың ақ сүтімен бойға дарыған қасиетті тілі бар, салт дәстүр, ділі бар дербес мемлекетке айналдық па? Әрине, алдымызда жаңадан қаланған ел іргесін берік ұстап тұру, көркейту, дамыту, өзіндік ерекшеліктерін қалыптастыру, жаһандық жаңалықтар шоғырына еніп, лайықты жол табу, түрлі өзгерістер мен күтпеген құбылыстарға қандай жолмен әрекет ету керектігі сынды толып жатқан күрделі де маңызды қадамдар күтіп тұрды. Тамыры тұңғиыққа бойлап, желісін әрден тартқан Қазақстан осы қадамды нық сеніммен аттап, болашаққа жол ашты. Егемендігіміздің 30 жылдығы қарсаңында Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» атты мақаласы жарияланып, онда бүгінге дейінгі атқарылған жұмыстарға баға беріліп, 30 жыл ішінде жүзеге асырылған іс-шаралардың маңыздылығын атап көрсетті. Аталған 10 жылдықтар ішінде еліміз дамып, Қазақстанды әлем танып, елордамыз Еуразияның жүрегіне айналды. Мұның бәрі кезіккен қиындықтан тайсалмай, ерлікпен еңсере білген халқымыздың ынтымақ бірлігінің арқасы. Осы негізде рухани жаңғыру бағдарламасы арқылы жол салдық. Ауыз толтырып айтар жетістіктеріміз жетерлік. Сонымен ой қортар болсақ, тәуелсіздік бүгін айтылып, ертең ұмыт болатын дүние емес. Өйткені тәуелсіздік еліміздің асқақ рухы, баға жатпас құндылығымыз. Біз үшін жанын қиып, азаттық жолында құрбан болған талай асылдарымыздың еңбегін бағалап, бізге табыстаған болашақтың бағдарынан жаңылыспауымыз керек. Себебі ол ертеңі жарқын, бағыты айқын жол. Сол жолдың жалғастырушы ретінде елім деп соққан әрбір жүрек оның бағасын түсініп еңбек етсе деймін.